Сәлеметсіздер ме? Сіздермен цифрлы ұстаздар тобы. Сабақта геймификация әдістерін пайдалана отырып, оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру, оқу материалының игерілу сапасын жақсарту және сыныптағы ынтымақтастық пен бәсекелестікті күшейту, ойын элементтері арқылы оқу үдерісін түрлендіріп, оқушылардың жеке, жұптық және топтық жұмыс жасау дағдыларын дамыту мақсатында цифрлық сауаттылық бағыты бойынша сабақта геймификация тақырыбын ұсынамыз. Цифрлы ұстаз әрбір шәкіртін шабыттандыра білу керек. Цифрлы ұстаз болудың басты мақсаты білім сапасын арттыра отырып, оқу-тәрбие процесін жеделдету және жеңілдету. Ал ұстаздың қабілетін арттыру үшін оқу процесінде компьютерлік ойын құралдарын қолдану біріншіден субъектінің білім беру қызметіне неғұрлым күшті және сапалы көңіл бөлуге деген ынтасын күшейтетіні, екіншіден мақсатқа жету ықтималдылығын арттырады. Ойын феномені педагогикалық зерттеулер үшін маңызды көрінбегенімен, қазіргі альфа буынды ұрпақтар немесе цифрлық аборигендер ұрпағының өсіп келе жатуы, жобалық технологиялыққа көшу бізді ойындардың, соның ішінде компьютерлік ойындарды меңгеретін иннотехник болып, іс-әрекеттегі рөліне жаңа көзқараспен қарауға мәжбүр етеді. Осы орайда геймификация деп аталатын адам қызметімен басқарылатын, нәтижелі білім беруге ықпалын тигізетін ойындар механикасын оқу процесіне енгізудің маңыздылығына тоқталғым келеді. Геймификацияның мақсаты мен күтілетін нәтижесі аудиторияның әдеттегі мінез құлқын өзгертуге, белсенділікке қатысу болып табылады. Бұл әдісті пайдаланудың тиімділігі нақты мақсатқа жетуге, көңіл күй көтерілуде, мадақтауда, керемет идеялар туғызуға, қиындық деңгейді жеңуге, тәжірибені ынталандыруға, бақталастыққа келеді. Интернет арқылы ұйымдастырылған және геймификациялық ресурстарға мыналарды жатқызуға болады: Kahoot, Quizlet, Learning Apps, Lumia, Educaplay, Bamboozle және тағы басқалар. Қазіргі альфа буынды балалар ұстаздың шеберлігіне сай ғана құрметтейді деп санаймын.